Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қамырын жаймайтын, әрі тез дайын болатын бал тортының жасалу жолын көрсетемін. Плитада немесе газде баяу отта балымызды ерітеміз. Соданы салып, карамельді түс болғанша жақсылап араластырып тұрамыз. Осындай карамельді әдемі түс болғаннан кейін газымызды өшіріп, сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз ерігенше. Жұмыртқа мен қантымызды араластырып аламыз. Осы массамызға ерітілген бал мен майды қосып жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, тағы араластырып аламыз. Ал енді қамырымызды қасықпен жайып 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Піскен қождарымызды 10-15 минут қойып суытып аламыз. Ыдысымызға қаймағымызды салып, үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді жағып шығамыз. Кремді жандарына үстіне жағып, бір корждамен блендермен үгіттедім. Енді соны жандарына үстіне шашып шығамыз. Міне осымен бал тортымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз.